Әлемдегі ең биік ғимарат. Ең үлкен сауда кешені. Жер жүзіндегі жалғыз 7 жұлдызды қонақ үй. Көптеген қазақтардың екінші үйі болған, ұрланған не адал жолмен тапқан ақшасы орнығатын қала – Дубай қаласы. Бұл елдің азаматы дүниеге келгенде оның атына шот ашылып, 18-ге толғанда үлкен өмірге оңай қадам басу үшін шамамен $100 000 қолына алады. Енді ғана шаңырақ көтерген жастарға үй алу үшін өсімсіз қарыз ақша беріледі. Оған қоса тегін медицина, тегін шетелдік не отандық білім алу тағы да бар. Бір қызығы, бұның бәрі бар болғаны жарты ғасыр бұрын осындай жерде пайда болады. Қазақтардың мұнайдан байып кетіп, жұмыс істемей шалқып өмір сүру арманын арабтар бар болғаны 50-60 жылда қалай іске асырды? Бүгін осын талқылаймыз. Армысыздар, бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бұл арнада тарих арқылы бүгінгі күнімізді түсіндіреміз. Сонымен мұнай, арабтар, шейхтар, жалпы Дубай кеттік. Дубайдың төңірегі әлі күнге дейін елсіз, жансыз, мидай шөл дала. Осындай түк жоқ жерде Дубайдай ғажап қала ненің арқасында пайда болды дегенде көпшілік, сіздер сияқты мұнайдың арқасында деп бірден жауап береді. Бірақ жоқ. Мәселе мұнайда емес. Себебі Дубай әмірлігінде басқа әмірліктерге қарағанда мұнай өте аз. Оған қоса біздің елден бастап Венесуэлаға дейін мұнайға бай, бірақ Дубай сияқты осыншама байып кетпеген елдердің мысалдары жетерлік. Қазіргі таңда Дубай әмірлігінің табысында мұнайдың үлесі бар болғаны 5%, ал кейбір деректер бойынша 1%-ды құрайды дейді. Әлбетте, бастапқыда Дубайға алғашқы капиталды жинау үшін мұнайдан түскен ақша өте көп пайдасын тигізеді. Алайда байлықтың шынайы сыры ақшаны көп табуда емес, бәлкім сол көп ақшаны дұрыс жұмсай білуде. Жынды айтты ме? Коуч боламын ғой деймін осы. Қалай қарайсың? Өткен ғасырдың ортасында Дубайда мұнайда, биік ғимаратта, аэропортта, жалпы атаң басы да жоқ. Бұл жердің негізгі тіршілік көзі теңіз астына сүңгіп, інжу аулау болатын. Алайда 19 ғасырдың соңында жапондық Микимото Кокити атты ғалымы жасанды інжуді шығара бастағанда, табиғи інжудің бағасымен оған деген сұраныс күрт төмендеп кетеді. Бұл өз кезегінде Дубайдың онсыз да әлсіз экономикасына үлкен соққы болады. Бұлай айтқанда арабтардың ақшасы бітіп қалады. Енді бұл елді тек кедейлік пен жоқшылық қана күтіп тұрған еді. Бірақ Дубайдың болашағы басқаша болатын сіз бен біз жақсы білеміз ғой. 1966 жылы ұзақты қиын барлау жұмыстарынан кейін Дубайда мұнай табылып, бұл елдің әмірлері ақшаның астында қалады. Жалпы бұл кезең тарихи оқиғаларға толы. 1971 жылы 150 жыл бойы осы өңірді билеп келген Ұлыбритания жергілікті арабтарға еркіндік беріп, бұл жерден кетіп қалады. Артынан 1972 жылы қазіргі 7 әмірлік біріккен араб әмірліктерін құрады. Бұл елдің президенті Абу Даби әмірі, ал премьер-министрі Дубай әмірі болып тағайындалады. Мінекей, мемлекет құрылды, мұнай табылды, енді Дубайды гүлдендірейік деуге асықпаңыздар. Себебі Дубай шөл далада орналасқанын ұмытпауымыз керек. Ал шөл далада не тапшы? Әрине, ауыз су тапшы. Сол себепті Дубайдың төңірегіндегі ауыз су көздерін тауып, 35-40 метр тереңдікте скважина қазып, таза суды құбырлармен Дубайға тартады. Мінекей, енді әмірлікті көркейтуге болады. Және де арабтың шейхтары шынымен де өз елін көркейтуге білек сыбана кірісіп кетеді. Бұл жерде өте маңызды нәрсені айтып кету керек. Дубай және басқа да әмірліктер әлі күнге дейін монархиялық билік формасын ұстанып келеді. Яғни ол жақта патшаның билігі жүреді. Мысалы, Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес биліктің қайнар көзі халық болып табылады. Ал ол жақта билік әмір әулетінің қолында. Яғни Дубай әмірі ол патша, ал оның тұрғындары әмірдің қол астындағы басыбайлы бағынышты халқы. Әрине, әмірге елін қорғау, оны асырау деген сияқты міндеттер жүктелген. Алайда халқының тұрмысын жақсарту міндеті ода жоқ. Тарихта тіпті қазіргі заманда да бүкіл елдің байлығы патшаның айналасындағы аз ғана элитаның қолында шоғырланып, ал халқы кедейлікке батып жүрген монархиялардың мысалдары жетерлік. Сол кездегі Дубайдың әмірі де сөйтсе де болатын еді. Алайда Дубайдың алғашқы әмірі эгоизмнан бас тартып,
халқының тұрмысын жақсарту мен елін дамытуды таңдайды. Ендеше танысып қойыңыздар, бұл видеоның басты кейіпкері. Қазір біз білетін жайқалған, дамыған Дубайдың атасы Шейх Рашид ибн Саид Аль Мактум. Бұл кісінің көптеген қасиеттері мен жетістіктерінің ішінде мен екі нәрсені айтар едім. Біріншісі, өз әмірлігіне тұрақты табыс көзін таба білді. Нақтырақ айтқанда, американдық мұнай компанияларына мұнай табылмай жатса да, тағы да іздеңдер деп тұрып алып қоймай қояды. Жоғарыда айтқанымыздай, шейхтің табандылығының арқасында мұнай табылады. Екіншісі, түскен табысты дұрыс бағыттай алды. Мысалы, сол мұнайдан түскен табысты Шейх Рашид Дубайдың инфрақұрылымына жұмсайды. Нәтижесінде Дубайда электростанциясы, жолдар, тұрғын үйлер, отельдер, бизнес орталықтары, зауыттар мен болашақта әлемнің ең үлкені болатын теңіз порты салынады. Егер сізде кәсіп көзін іздеп, қандай бизнес ашсам екен деп жүрсеңіз, елімізде қарқынды дамып келе жатқан Coffee Regional кофеханалар желісінің франшизасын ұсынамыз. Өйткені бұл брендтің артында тұтастай құндылықтар жүйесі тұр. КМДБ-нің ресми халал сертификаты. Клиенттер үшін сенімділік, ал сіз үшін тұрақты аудитория. Әр нүктесінде арнайы намазханалары бар. Бұл рухани құндылықтар мен санасатын заманауи формат. Тек әйелдерге арналған кофехана түрлері. Қауіпсіз және ыңғайлы атмосфера бүгінгі нарықтың сұранысы. Жұмыс істеуге немесе сабақ оқуға ыңғайлы кеңістік, студенттерден кәсіпкерлерге дейінгі аудиторияны қамтитын орта. Жоғары деңгейдегі сервис пен дәмді тағамдар, қайтып келетін клиент кепілі. Және ең маңыздысы, барлығы жүйеленген. Яғни сізге бизнес жоспар жазудың, бренд жасаудың, маркетинг ойлап табудың қажеті жоқ. Coffee Regional бұл жай ғана кофе емес. Бұл дайын әрі табысты бизнес жүйесі. Сізге тек іске қосу ғана қалып тұр. Толық ақпарат алу үшін сипаттамадағы телефонға хабарласыңыздар. Үлкен инфрақұрылымдық проекттерді жасау үшін технологиялар мен мамандар керек. Осы мақсатта Шейх Рашид ибн Саид бұрынғы метрополиясы, яғни Ұлыбританияға сапар кешеді. Сапар барысында дамыған елдің қызығын көріп қана қоймай, жоғарыда айтқан жобаларды іске асыру үшін келіссөздер жүргізіп қайтады. Бұл сапардың нәтижесінде Жапан далада мынандай нүкте пайда болады. Бұл оның 1959 жылғы көрінісі. Ал 2025 жылға таяу бұл нүкте әлемнің ең үлкен әуежайының біріне айналады. Неге аэропорттан бастады? Ойланып көріңіздер. Еліңде бір түйір арабтар мен түйелерден басқа ештеңе жоқ. Тіпті электр қуаты да жоқ. Электр қуатын қоя емес, ауыз судың өзі тапшы. Енді осының бәрін жасап беретін мамандар керек қой. Ал олар ұшақпен келмегенде қалай келеді? Сол себепті елдің дамуына тікелей септігін тигізетін аэропорт, порт, вокзал сынды инфрақұрылымдық нысандардың болуы өте маңызды. Шейх Рашид Аль Мактумның көрегендігі болашақта мұнай ертелі-кеш таусылатын біліп, о бастан экономиканы мұнай саудасынан тәуелсіз етуді көздейді. Бұны ғылыми түрде, мұқият болыңыздар, қиын сөз, диверсификация деп атайды. Қарапайым тілмен айтқанда, рискті азайту мақсатында бір ғана салаға тәуелді болмай, бірнеше бағытты дамытып, табыс көздер санын арттыру. Мысалы, біздің еліміздің экономикасында осы диверсификацияның жағдайы өте нашар. Себебі экономикамыз негізінен мұнайға негізделген. Мұнай бағасы жоғары болса, табысқа кенелеміз. Ал төмен болса, туризм, қаржы, өндіріс сияқты мұнайдан басқа салалардың дамымағанына байланысты табысымыз бен экономикамыз төмендей түседі. Көп замай Шейх Рашидтің бұл экономикалық саясаты жеміс бере бастайды. Мысалы, 1985 жылы мұнайдың бағасы жоғары болатын. Яғни бір баррель $30 тұратын. Бүгінге шаққанда $70 шамасы. Ал келесі 1986 жылы мұнай бағасы күрт құлдырап кетеді. $10 деңгейіне түсіп кетеді. Мұнай бағасының төмендеуі Кеңес одағы деп аталатын алып мемлекеттің ыдырауына алып келеді. Ал Дубай болса, мұнайдың бағасына тәуелді емес екендігін көрсетіп, тек гүл-гүл жайнай түседі. Себебі 1985 жылы Дубайда екі өте маңызды нәрсе жасалады. Біріншісі Джафса, Джебел Али Free Zone. Бізде айтқанда Джебел Али арнайы экономикалық аймағы. Бұл аймақ әлі күнге дейін жер бетіндегі бизнес жасауға ең қолайлы мекендердің бірі. Артықшылықтарын менімен бірге санаңыздар. Егер сен шетелдік кәсіпкер болсаң, бизнес ашу үшін жергілікті арабтарды іздеп басыңды ауыртпайсың. Және де ең маңыздысы, бұл аймақта кедендік пошлина төлемейсің. Табыс салығын төлемейсің. 50 жылға корпоративті салықтан босатыласың. Және жергілікті адамдарды жұмысқа алуға міндеттелмейсің. Экспаттарды, яғни шетелдік жұмысшыларды қалағаныңша қай жерден болса да алып келе бер. Ең бастысы, олар ақшасын Дубайда жұмсасын.
Осылайша Жапсаға әлемнің түкпір-түкпірінен түрлі бизнестер ағыла бастайды. Олар мұнда кеңселер, қоймалар, өндіріс орындарын ашып бастайды. 40 жылдың ішінде Жапсаға 150 мемлекеттен 10 мыңнан астам компания көшіп келеді. Ал 85 жылы орын алған екінші өте маңызды нәрсе Дубай әмірлігінің бастауымен Emirates әуе компаниясы құрылады. Бұл компанияда о бастан еркін бәсекелестік пен тиімді басқарудың негізінде құрылады. Яғни мемлекет компания басшылығына былай дейді: жігіттер, мінекей, компанияның ашылуына $10 миллион. Бұдан артық мемлекеттен дотацияда, субсидияда, жеңілдікте, монополияда еш нәрседе болмайды. Нарыққа барыңдарда бәсекеге қабілетті әлемнің ең үздік әуе компаниясы болыңдар деген тапсырма беріледі. Шынымен де қазіргі таңда Emirates әлемнің ең ірі әрі табысты компанияларының бірі. 2024 жылы $4,7 миллиард таза табыс тапқан. Тағы да қайталайын. Бұл таза табыс. $4,7 миллиард. Жаман емес, Неліктен Emirates-тің пайда болуы соншалықты маңызды? Өйткені тұрақты рейстер пайда болғаннан кейін Дубайға әлемнің кез келген нүктесінен небәрі 6-7 сағатта жүздеген, мыңдаған, ал кейін миллиондаған туристерді алып келу мүмкіндігі пайда болады. Ал біздің Қазекең бастаған миллиондаған туристер Дубайға келіп не істейді? Әрине, миллиондаған, тіпті миллиардтаған ақшасын Дубайда жұмсайды. Мысалы, 2024 жылы Дубайға 19 миллионға жуық турист келіп, $40 миллиард жұмсаған екен. $40 миллиард, құдай-ау! Туризмнің табысы осындай. Кәсіпкерлерге алтын сырға. Emirates-тің тағы бір керемет қадамдарының бірі пиар және жарнама. Emirates басшылығына бүкіл әлем нарығында компанияны жарнамалау үшін бүкіл адамзат білетін және сүйетін нәрсені табу керек болады. Және ол табылады. Мынау әлемнің ең үздік футболшылары, PSG-ның жұлдыздары Неймар мен Мбаппе, Милан формасын киген Златан Ибрагимович, Реал Мадридте ойнаған Криштиану Роналду, ағылшынның Челси мен Арсеналы. Байқағандарыңыздай, бұл жігіттер мен командаларда Fly Emirates деген жазу біріктіреді. Әлемнің ең танымал спорт түрі футбол арқылы жарнаманың арқасында Emirates пен ұшатындардың саны артып, 2024 жылы бұл әуе компаниясы 52 миллионға жуық жолаушыны тасымалдайды. Яғни Қазақстан халқын толықтай 3 рет ары-бері тасығанмен тең. Жақсы, Emirates әуе компаниясы ашылды. Оны футбол және тағы да басқа жолдармен жарнамалады. Ал енді келген туристі бір нәрсемен қызықтырып таңғалдыру керек қой. Ол үшін Дубайда ең деп аталатын марафон басталып кетеді. Әлемдегі ең үлкен сауда кешені, ең терең әрі биік бассейні, ең үлкен жасанды арал, ең үлкен ипподром. Бұл ең деген тізімді біраз жалғастыруға болады. Ең бастысы, Дубайға келген ақша басқа ешқайда кетпеу керек. Ол қалай десеңіз, мінекей. Бизнес ашқың келе ме? Пожалуйста, міне саған жеңілдіктер мен инфрақұрылым. Табысыңды Дубайда қалдырып, жаңа жобаларға жұмса. Басқа елдерден жұмысшы тартқың келе ме? Пожалуйста, шақыр. Оларға жоғары айлық төледі, олар да ақшасын Дубайда жұмсасын. Мінекей, 85 жылы Шейх Рашид ибн Саид Аль-Мактумның бастаған жобалар осылайша іске асады. Мен көрмесем де болашақ ұрпағым көрсін деген ниетпен өмір сүрген адамның үлгісі осындай-ақ болсын. Ал оның ұрпағы болса, Дубайдың қазіргі әмірі Мұхаммед ибн Рашид Аль-Мактум атасының сара жолын адал жалғастырып келеді. Біз білетін Дубайдың ең танымал нысандарын Бурдж Аль-Араб, Бурдж Халифа, Палм Джумейра бәрі де осы кісінің бастауымен салынады. Бұл кісінің тағы да бір үлкен жетістігі ол жемқорлық. Нақтырақ айтқанда, жемқорлықтың жоқтығы. Әрине, енді белгілі бір мөлшерде бар шығар, бірақ коррупцияның мөлшері аз болған соншалық оны жоқ деп айтуға болады. Яғни Шейх Мұхаммед ибн Рашид Аль-Мактум жемқорлықты жоққа шығаратын немесе онымен айналысуға өте тиімсіз болатындай мемлекеттік жүйе қалыптастырады. Дубай сөзінің мағынасы шегірткенің бір түрін білдіреді. Яғни бұрындары шегірткелер осы жерге келіп көбейетін. Ал қазір шегірткелердің орнына мұнда кәсіпкерлер мен сол кәсіпті жүргізетін жұмысшылардың ағымы азаяр емес. Мінекей достар, қазақтардың жиі баратын сүйікті қаласы Дубай жайлы айтар сөзіміз осы. Сөзіміздің соңында мынаны айтқым келеді. Дубай және оның билеушілері Аль-Мактум әулеті Азиядағы немесе Африкадағы өзін және айналасындағы элитаны ғана қамтамасыз етіп, қара халықтың тұрмысына немқұрайлы қарайтын көптеген монархияларға қарағанда басқа жол таңдап, өз елін дамытуда қалады. Дубай мен үшін ақшаны және тағы да басқа ресурстарды дұрыс жұмсай білудің ең керемет үлгілерінің бірі. Жалпы Дубайдың өркендеу принциптерін мен былай айтар едім.
көргендік, білікті команда, мықты менеджмент, жүйелі жоспар мен сол жоспарға сай сауатты амалдар. Және ең маңыздысы, арабтар көптеген елдерге қарағанда мұнай қарғысына ұшырамай өз экономикасын жан-жақты дамыта білді. Достар, жалпы осы видеоны дайындағанымызда маған мынандай ой келді. Еліміздің мұнайдың басым бөлігі шетелдіктерге тиесілі. Яғни біз мұнайдан түсетін көптеген табыстан махрұм қаламыз. Алайда әр нәрседе хайыр бар демекші, бұда да бізге хайыр бар шығар. Бәлкім мұнайға тәуелді болмай, мына жоғалтып жатқан табысыңды түгендеу үшін экономиканың басқа да салаларын дамыту керек деген тағдырдың бізге ишараты шығар деген ой келеді маған. Комментарийлерде осы ойыма және елімізді Дубай сияқты дамыту үшін не істеуіміз керек деген сұраққа өз ойларыңызды қалдыруларыңызды сұраймыз. Бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Келесі көріскенше бар болыңыздар.